бұл солтүстік, біздікі кетпе, бұл солтүстік, бізді шектетпе, бұл солтүстік, біздікі кетпе, бұл Қызылжар. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз солтүстік Қазақстанның өткені мен бүгіні туралы әңгімелесеміз. Бұл өлке тарихи тағдырлардың тоғысқан жері. Бір кездері қазақтың ұлы хандары мен батырлары құрылған дала, кейін Ресей империясының әскери бекіністері мен тың игеру дәуірінің өзгерістері арқылы талай санақтан өтті. Қазір бұл аймақтың басты сұрағы халықтың тұрақтап қалуы мен тілдік мәдени сәйкестігін сақтау. Осы тақырыптарды талқылау үшін студиямызда тарихшы Самат Жұматайұлы, қош келдіңіздер. Самат мырза, сіз солтүстіктегі демографиялық сұрақтарды, тіл мәселесін зерттеп жатқандығыңызды білемін. Осы тұста қазіргі таңда бұл мәселелердің ахуалы өзгерді ме? Бір қатар өзгерістер байқалып жатыр ма? Жоқ, байқалып жатқан жоқ. Негізінде солтүстікте адам саны аз деп айтып жатыр да, бірақ кейінде тарихи заманда да қазақ халқы көшпенді болғандықтан сол жерде де қазақ сандары аз болғаны рас па? Аз болған жоқ. Ол жерде 1930 жылдардың халықтың санын көп аштыққа 70%-ын қырып тастаған. Одан кейін қозғалсақ, кешегі жер аударуға омбы, түмен, қорған, сепкрай дейді. Сол сепкрайға жер аударғандардың көп саны. Кезінде Совет одағы тұсында адамдарды жаппай солтүстікке әкелген болатын. Қазірде де бізде оңтүстіктен солтүстікке адам көшу бағдарламалары бар. Бұл енді еркін бағдарламалар, алайда осы бағдарламалардың айырмашылықтары не болмаса бір-біріне сәйкес тұстары бар ма екен? Ол бағдарлама кешегі жаңағы сіздің айтып отқан серпін бағдарламасы болсын, еңбек бағдарламасы болсын, оның бәрі шикі бағдарлама бар. Неліктен? Мысалы, серпін бағдарламасы соңғы алғашқы бірінші выпускниктар 2017 жылғы выпускниктар, шатаспасам. Сол 17 жылғы выпускниктардың саны 110 студент бітірді. 110 студент түскен. Сол 110 студенттің 40-ы оқуды 3-4-ті тастап кетті. Алматы, Астана, Шымкент қалаларына, елдеріне қайтып кетті. Бір 30 сол жерде қалып, жұмыс істейін десе, сварщик болсын, электрик болсын. Ондайда мәселе бар елімізде, иә. Ал жалпы солтүстік Қазақстан облысы, ол халық саны аз облыстардың бірі, адамдар көп кете береді. Және шекаралас аймақ, яғни Ресей Федерациясына жақынбыз. Осы орайда осындай мәселелері бар өзге мемлекеттердің бір сәтті жобаларын білесіз бе? Басқа елдердің? Иә, шекаралас аймаққа адамдардың әкелуі. Мысалы, біздің солтүстіктен біздің құрдастарымыз, өзіңіз білесіз, бізге бірге өстік. Сол біздің құрдастарымыздың көбі Калининградқа көшкендер бар. Калининградқа бір бағдарлама болды, Ресейге. Польша мемлекеті де біздің жастарымызды өзінің елдеріне шақырғандар бар. Немістерді шақырғандар бар. Сол сияқты Европа халықтар өздеріне тартқандар бар. Қандастарды шақырып жатырмыз ба? Қандастардың шақырып жатқандығы, мысалы, осы жылға 135 адамға ғана квота берілген. Ол барлық 135 адамға ғана квота берілген. Республикаға бойынша ма? Біздің облысқа 135 адамға квота берілген. Енді 135 адамды көшіресің, одан 136 адамды көшіруге болмайды. Сонда ол немеге жетеді? Одан кейін сіздің айтып отқан жаңағы шекаралық аймаққа жақынбыз. Біздің солтүстікке 70 шақырым жүрсең, Түменмен шекараласпыз. Оңтүстік шығысқа қарай жүрсең, Омбыға 150 шақырым жерде шекарамыз. 140 шақырым жерде шекарамыз. Неге қарай жүрсек, батысқа қарай жүрсек, 100 шақырым жерде
қорғанның шекарасы. Біз айнала таға ретінде қалып қойған. Біздің өзіміздің немізді темір жолымызда Ресейдің арендасында кешегі біздің кеше сіздің мектеп бітіріп жатқан кезіңізде сағатты Мәскеу уақытымен болған. Билетті немен рубльін сатып алатында уақыттар болған. Қазір ақырындап өзіміздің уақытында да көштік. Өзіміздің ішіндегі қазақ тілді жазуларды да жасап жатырмыз ақырындап. Қызметкерлердің де қазақ халқынан алатын болдық. Айтпақшы, 18 ғасырға дейінгі Ресей империясы отаршылдық саясат басталмай тұра біздің өңірімізде қандай экономикалық, саяси жағдай болды, мәдени жағдай болды? Өйткені кейбір адамдар айтады, егер де отаршылық саясат болмаса, қазақтар солай әлі күнге дейін далада жүрер еді деп. Ол қате түсінік. Оған мен келіспеймін. Менің бабам, аталарым, мен Омбының тумасымын. 77 атам, мен ата-бабаларым Омбы жерінде жерленген. 77 атам кешегі тарихта білесіз, Тұғырыл хан деген кісі болған, Шыңғыс ханды тәрбиелеген. Сол Тұғырыл ханның немересі Тайбұға осы далаға келіп, 1220 жыл, осыдан 800 жыл бұрын осы далаға келіп, қазіргі Түмен қаласында орналасқан жерде Чингү Тура қаласында астанасын құрып, сол жерде Сібір хандығын құрған. Одан Исмайыл, Мамық деген балалар туады. Одан тараған ұрпақтар қазіргі солтүстікті мекендейтін Атығай, Қарауыл, Керей, Уақ рулары осы кешегі Тайбұға әулеті болып саналады. Европа деректерінде көбінесе тайбүгунцы, Тартария, варвары деген жазатындығы осы біз солтүстіктегі халықтар. Біз баяғы осы жерде қалыптасқан. Бізде ол жерлерде кешегі Уәлиханов ауданында тауып атқан әртүрлі қазба жұмыстары, Тайынша жерінде Ғабит Мүсірепов ауданында тауып атқан ескі қаланың орындары кездеседі. Осы далада кешегі жылқыны қолға үйреткен, алғашқы жылқыны қолға үйреткен осы далада болған. Ботай мәдениеті. Жылқыны қолға үйретпесе, өмір басқаша айналар ерді. Сол кездегі адамдардың саны көп болды ма Қызылжар жерінде? Қызылжар жерінде нақты фактылар кездеспейді. Мысалы, Керей мемлекеті кезінде халқының саны 900 мың халқы болған дейді. 9-12 ғасырда керейлердің саны Қытай деректері бойынша 900 мыңға жуық халқы болған. Ал 900 мың халық қайда кетті деген сұрақ туындайды. Одан кейін кешегі орыстардың келгеннен, әртүрлі зерттеушілердің келгендіктен, мысалы Тынышпаевтың 1907 жылы қазақтың саны 6 миллион болған дейді. Жерлерде бүкіл қазақ жерінде 6 миллион халық болды. Өзбектің саны 5 миллионға жетпейтінді. Қазір қазақтың халқы 20 миллионға жетеді па, жетпес халқы бар. Өзбектің саны 34 миллион халық бар. Нақты солтүстіктің демографиясына байланысты мен зерттеу жұмыстарын жүргізбегім, бірақ өзім сол жақта сіз білесіз, қоғам белсендісімін. Сол жақтағы кешегі бізге 500-ге жуық ұйым бар. Оның 500 ұйымның 6-ы ғана қазақ ұйымы. Мәселен, қазір өзіңде білесіз ғой, Петропавл қаласының атауын Қызылжар деп ауыстыруына сұрақтар, ұсыныстар күн тәртібінде әрқашанда жүр. Қызылжар деп тарихи ескі атауын ауыстыру қажет пе? Және де көп адамдар түсінбейтін секілді, өйткені олардың айтуынша, окей, Қызылжар жері болды, бірақ қалың атауы Петропавл болды деп. Сол себепті Петропавл қалған дұрыс деген ойдар да бар. Бұл ойларға не дейсіз?
кешегі 1752 жылы Петр мен Павел Абылай ханға келіп бір жапырақты жей сұраған ғой дейді деген орыстың өтірік әңгімесі халықтың арасына тараған. Бір қойдың тересіне жер берші деп келген, содан анау теріні жіп сәтті тесіп, сол қазығы Ойқала, Подгорай деген жерлерге өзінің бекінісі салған деген өтірік әңгімелер қалыптастырған. Одан кейін кешегі осы жерде кешегі Есілдің жағасында Қызылжар, Қаражар, Ақжар деген ауылдың аттары. Мысалы, қазіргі Сергеевка қаласы, ол кешегі Құлкенің ауылы болған. Ол Ақжар деп аталған, Қаражар деп аталған. Қызылжар деп атаудың өзі ол кешегі кешегі Қожаберген жыраудың еңбектерінде Елімай жырының дастанында кездеседі. Біздің Есіл жағасы екіге бөлінеді ғой, 10 жағалау, 9 жағалау деп Астана қаласы бөлінеді. Сол сияқты қаланы қаққа бөліп жатқан бір өзен 10 жағалау жар қызарып тұрғандықтан Қызыл жар деп атаудың өзі ойдан жай емес, ол тарихи 300-400 жыл бұрынғы кешегі 20-шы ғасырдың бас кезінде де көп жазбаларда алаш қайраткерлері кешегі біздің аталарымыз да қалаға барамыз, Қызылжарға барамыз деп, Петропавлға барамыз деп айтпаған. Өзі біздің арқа жерлерімізді көрдіңіз ба сіз? Олардың айтқанда қала дейтінді, Қызылжар дейтінді, Петропавл демейтінді. Ол кешегі біздің әкелеріміз бастап Қызылжар деп бастаған. Халықтың саны кешегі тәуелсіздік алғаннан кейін халықтың саны 10% болған. 10% болғандықтан сол Ақмола мен солтүстік Қазақстанның арасындағы Көкшетау облысын екіге бөліп тастады. Екі бөліп тастағандықтан солтүстік аймақтарда халықтың саны 15-20% тұрады. Мағжан Жұмабаев ауданында, Қызылжар ауданында, Мамлют ауданында халықтың саны 15% тұрады. Оңтүстігінде халықтың саны 90-95, Ақжар, Уәлиханов сияқты аудандарда 90-95% тұрады. Соны қосқандағы кешегі 35% халықтың шығып атқан үлесі содан шығып атыр, шын айтқанда. Қазір 523 мың халық дейді деректер бойынша. Жылдан жылға осыдан пандемия уақытына дейін 560 мың болған. Осы 5 жылдың ішінде 40 мыңға жоқ халық азайып кетті. Ол ресми ақпарат бойынша. Мысалы, мен өзім Астана қаласында тұрамын. Астанада жаңа өзім жолда сізге келе жатқан кезде бір 5 машин 15-ші регенді көрдім. Күнде 15-ші регенді көресің. Сол сияқты үлкен мегаполистарға халықтың өзі көшу үлесі, жастардың көбі жоқ, жұмыссыздық мәселесі, көбі перспективаға байланысты. Одан кейін мысалы әскери болсын, погранға болсын да халықтың көбі шекаралық аймақтарға үйленген жас нелер көшкісі келмейді. Одан кейін бәрі Астана, Алматыға барғысы келеді. Одан кейін сол жақтарда су жоқ, свет жоқ, айдалаға кешегі оңтүстіктен солтүстікке осы бір 5 жылда 38 ауыл жабылған шығар. Бір ауданның халқы ғой. 38 ауыл жабылды солтүстік Қазақстанда. 38 ауыл. 38 ауыл дегеніміз 38 мектеп жабылды. Мектеп, ауылдың жағдай бәрі мектепке байланысты. Мектеп жабылса, ауылды құлдырайды. Оның бәрі кешегі қазақ ауылдар. Кешегі Ғабиттің ауылы болсын, Сәбиттің ауылы болсын,
мысалы Мағжанның ауылында Сарытамарда бір 40-қа жуық бала оқиды. Осы сұрақ, бізде орыс тілді мектептер және аралас мектептер әлдеқайда көп. Ал егер де ол қазақ мектептері жабылса, кейін аралас болып жатқан мектептеріндегі қазақ сыныптары жабылуының қаупі бар ма екен? Бар, неге жоқ? Бар. Мысалы, өзіміз алысқа бармай қойық, классикалық гимназияны түлекіміз екеумізді. Қазіргі Сафуан Шаймерденов атындағы классикалық гимназияны түлекіміз екеумізді. Сіз менен бір 3-4 класс төмен оқыдыңыз. Біз оқыған кезде Жангелді Уақпанұлы тажин басқарды. Жангелді Уақпанұлы тажин басқан кезінде бізде коридордардан мектеп кабинет жасады. Есіңізде ма? Кабинет таба алмай жүрген кездеріміз болған. Білмедім, қазір еске түсіп жатқан. 1000-ға жуық бала оқыды бізде. Ол болған, 1000-ға жуық бала оқыды біздің мектепте. Кейін одан кейін сосын бастауыш сыныптарды мектеп толық болғандықтан қасындағы 7-ші мектепке көшіртті. Орыс мектебіне. Ол орыс мектебі болды? Орыс мектебі. Сол орыс мектебіне бір несін арендаға алып, олар сол жерде бастауыш сыныптарын сол жерге оқытты. Сонда орыс тілді болған 7-ші мектеп аралас мектеп болып қалды ма? Жоқ. Қазір сізге бәрін түсіндірейін. Одан кейін Назарбаев мектебі деген салына бастады. Зияткерлік мектеп. Одан кейін зияткерлік мектеп деп аталған. Оның алдында 14-ші мектеп салынды. Қазақ мектеп гимназиясы, Абай атында қазақ мектеп гимназиясы. 19-ші 20-ші микрорайондағы көбі со жаққа көшіртті. Мәжбүрлі көшіртті. Балдарды мәжбүрлі көшіртті. Одан кейін мамандар жетіспегендіктен Назарбаев мектебіне де көп мұғалімдерді көшіп барды. Биліктің ауысуымен уақыт келе, кешегі 1000 бала 320 балалық мектепке арналған, сол 320 балалық мектепке оқыту керек деген жоғары жақтан ұсыныс келген. Содан 1000 баланы алып 320 балаға кішірейтті. Зияткерлік мектепке ол орыстың бағдарламасы кешегі Береке ауданына салыну. Қаланың шетіне әр атана таңғы сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін баласын алып, қаланың шетіндегі зияткерлік мектебіне жібергісі келеді. Бірақ әрбірдің жағдайы жоқ. Таңертең мектепке апарып, кешкі жақ мектептен алып кетуге. 12 таңғы сағат 8-де пробка, кешкіде сағат 8-де пробка. Артындағы 5-6 келіге сөмкені көтеріп, бала белінен бел қалмау үшін ол қасындағы аралас мектепке беретін болды. Одан кейін аралас мектептерді ашу деген біздің билік, біздің иария бір нелеріміз бар, ұлт жанашырларымыз, түсініксіз кімдерге жұмыс дейтін. Солардың кесірінен, солардың ұсынысы бойынша аралас мектептерін ашуға мәжбүр болды. Ол аралас мектептерді мен шын мәнінде қарсылық білдірдім. Қолдаған жоқпын. Неге? Өткені 8, 9, 10, 11 сыныпта химия пәнін оқиды. 7, 8, 9, 10, 11 5 сағатқа физика пәніне кім мұғалім болып 0,25-ке барады? 0,5-ке 5-те болмайды, 0,25-ке мұғалім таба ма? Таппайды. Содан қасындағы басқа мектептің мұғалімі сол сағатқа барып жұмыс істеді. Бір күнге 5 сағат қойып тастайды. Ол негізгі акватты әр жақтан алады, сынып жегішті әр жақтан алады. Тәрбие сағатында бәрін сол жақты жүргізеді. Баланы тәрбиелемейді. Оның негізгі бір жұмасынан біледі. Сол жаққа барып сағатын өткізіп, шала білім пайда болды, шын айтқанда.
сол шала білімнің кесірінен ата-аналар көбі орыс мектебіне бере бастады. Жағдай сонда сағат саны көп болды орыс мектептерінде. орысын айтып отырмын ғой, мұғалімдердің сапасы түсіп кетті деп отырмын ғой. Мұғалім ана 05-ке кім барады? Аралас мектепке. Содан ол физикадан, химиядан, негізгі пәндерден білім алмағандықтан ол кешегі нелерге орыс мектептеріне ата-аналар бере бастады. Сонан жылдан жылға кішірейіп, мысалы біз бітірген кезде 4 сынып болдық. Сіздер шатаспасам параллельно 3 сынып болдыңыздар. Иә, біз 4 сынып бітірдік. 100 бала бітірдік. Оның бәрі сол жылдан жылға азайып келе жатты. Алдыңғы қатар олар кешегі Қайролла Мұқанұлы, Жангелді Уақпанұлы, Сатсал Жұмабаевтар, мынау Жамбыл ауданындағы Петропавл облысына қарасты жалғыз Қазақ аудан, сол Қазақ аудан бәрі сол кеше тәуелсіздік алғаннан кейін Қызылжар қаласына көшкеннен кейін сол жердегі классикалық гимназияға кім Шафан Шаймединовтың кешегі осы классикалық гимназия не болу керекті, ДКМА сондай бір проект болып салынған. Сол бағдарламаны ол билікке айналдырып не қылып жіберген. Мектеп, қазақ мектебі жалғыз интернат қанақ болған, жалғыз қазақ мектеп болған ол кезде. Ең бірінші мектептер. Ең бірінші мектептердің бірі солтүстік Қазақстандағы Қызылжар қаласында біз бітірген. Қаланың қақ ортасында отырған. Одан кейін ол жерге отбормен де мұғалімдер түсетін. Қазір интернет жүйесінде ашсаң, классикалық гимназияға мұғалім іздейді деген вакансия тұр. Бұрын ол жерге бір орынға 10 мұғалім табасатынды. Мұғалімдердің сапасы төмендеп кетті. Сапасы да төмендеп кетті. Одан кейін бір уақыттары бізде мұғалімдердің бағасы жалақысы да төмен болды. Одан кейін көбі басқа бағдарламаларға түсе бастады. Мұғалімнің сапасы төмен болғандықтан көбі мұғалім болмаған. Содан бір поколение, бір 5 поколениядай алысқа бармайық, өзіміздің де біздің арамыздағы қазір мұғалім болып, ол әрбір кім паролға бір бара алды, осы бәрі мұғалім болып кетті. Облысымызда көп қазақ тілі, филология пәндерінің мұғалімдері тамшы екен. Жалпы солтүстік өңірінде қазақ тілі, тіл мәселесі де орны ерекше. Бұрын Совет үкіметіндегі саясат кесір шығар деп ойлаймын. Совет одағы кезінде қазақ тілді ғана білген балалардың болашағы жоқ деп айтқан. Сол биліктің кезінде орыс тілді үйреткен балаларға сол көп әсер еткен секілді. Ал қазіргі тілдік саясатты қарастырсақ, жағдай өзгерте ма? Солтүстіктегі қазақ тілінің жағдайы. Жағдайын өзгерту үшін ол жаққа бір 30% болсын климаттық пайыздар қосса деген. Мысалы совет кезінде болған ол? Болған. Мысалы Қызылорда облысында климаттық қалады. Экология қалады. Абай облысы, Шығыс Қазақстан облысы ма, сол екі облыстың бірі оларда экологиялық қалады. Неге бізге экологиялық климаттық қоспауға? Ол туралы билік оған қарастырмайды. Біздің бағдарламардың бәрі шикіл. Тарихи көзқарасынан қарасақ, қазір солтүстік Қазақстанның болашағы даму қандай болуы мүмкін деп ойлайсыз? Бағдарлама сәтсіз болып жатыр, бейімделіп жатқан адамдар саны өте аз. Жылдан жылға кетіп жатқан адамдардың саны өте көп.
болашақ бар ма бұл өнерде? Әлде мен де чемоданымды жинап Астанаға келейін? Жоқ. Бәріміз көшіп кетсек, сонда кім қалады? Елді кім қорғайды? Солтүстікке дұрыстап нелер жобалар жүзеге асырса, біздің әрбір ауданда 5-6 фермер басқарады. Жерлері, жер мәселесіне тоқталсақ, бізде ең құнарлы жерлер, ол жер егін егу емес. Кешегі Шаяхметов, білесіз ғой, Жұмабай Шаяхметов, Қонаевқа дейін басқарған адам. Сол Шаяхметов біздің жер шкаламыз 2,5 шкала. Кешегі Европа халықтарында 4 шкала болған екен. Біз 1949 жыл ма, 23 ноябрь 23:30-да Москвада кім бар? Сталин бар, Шаяхметов бар, ауыл шаруашылық министрінің аты жөнін ұмытып отырмын. Сосын фин министр. Сол төртеуі кездесіп, осы біздің жерге тын-тыныға игеру керек емес екендігін, осыдан сонда 80 жыл бұрын соғыс біткеннен кейін 80 жыл бұрын бізге мынау тын игеру керек емес екендігін Шаяхметов айтып кеткен. Сол Шаяхметов айтып кеткеннен кейін соны кім? Сталин мойындатқызған. Мойындатқызып, біз әлемді малмен қамтамыз. 7 атамен біз мал баққан елміз. Сол 7 атамен біз мал баққан елміз. Біз аталарымыздың кешегі осы жерде мал өсіру, жылқы өсіру, қой өсіру жүзеге асыру. Егін егу емес. Жылдан жылға біздің фермерлер құрғақ қалды, шегірткелер жақ қалды деген әңгімелердің бәрі ол ауа Құдайдың беріп жатқан бір оларға бір ғанибеттік шығар. Сол жердегі біз егін еккенше мал өсірсек деген. Оның бәрі біздің кешегі қазір семіріп кетіп жатқандыздығы, дұрыс тамақтанбағандығымыздың бәрі химиялық тамақтар жейміз, күнде жейтініміздікі тауық еті, дұрыс па? Президент мырзаның өзі де айтқан, қазіргі қазақ мәдениеті ауылдарда ғана сақталып жатқан деп айтқан. Бірақ бізде көп өліп бара жатқан ауылдар көп, және адамдарды сол өліп бара жатқан ауылдарға апарған дұрыс па? Әлде оларды қалаға жақынырақ бір ортақ ауылдарға апарған жақсырақ болады деп ойлайсыз ба? Ол кешегі қаланың шетіне ауыл салса, ең бірінші ол жерлерге завод салу керек. Мысалы, өндіріс заводтарын салды. Текстиль. Біз қойдың терісін, жылқының терісін далаға лақтырмастырмыз қазір. Қойды 1 рет қырқады. Бұрын әкелеріміз, аталарымыз жылына көктем, күздік деп 2 рет қырқатынды. Қазір 1 рет қырқат болды. Ал 1 рет қырқанның ол жүн ешқайда жарамайды. Одан кейін теріні перерабатывающий заводтарды салдыруға болады ғой. Өзіміздің кешегі қазіргі Петропавловская обувь дейді. Ол Петропавловская обувьтың терілерін бәрі біз өзіміз жасамаймыз. Әр жақтан алып келеді бәрін. Бер жақта уже переработанный түрде бер жаққа алып келеді. Одан кейін сүт өнімдері болсын. Сүт өнімдердің бәрі химиялық. Дұрыс па? Зенченко химиялық пен. Сүтті қойшы, бір жұмаға қойшы. Бұрын сүтті қойсам бір күнде ұрып кететінді. Қазіргі
бір күннен кейін ол бір күн емес 2-3 күнге де шыдауы мүмкін сол жеңген сөті. Тарихке оралсақ, солтүстіктен шыққан батырлар көп пе екен? Болған, неге болмаған? Сүйіндік болған, Баян Батыр тарихта білетін, Ағынтай болған, Қожаберген болған, Жансүгір батыр болған, ел құраған халықты бәрінің батыр деген кім атқа мініп елін қорғағандардың бәрі батыр аттанған. Өзі батыр дегенде өңірге белгілі аймаққа бір батыр болады, немесе халыққа белгілі батыр бар болады. Халыққа белгілі ол бізден шыққан. Кешегі Баянды айтады, уақытты айтсаң Баянды айт дейді, сары мен ноянды айтады дегендей. Сол сияқты аты шыққан батыр бар. Мен өзім қазір батырлардың энциклопедиясын жасап жатырмын. Бір өздеріңіздің сіздің комментарийдің астына менің номерін жазып қойсаңыз болады. Сол батырлардың энциклопедиясына сіздің көрермендердің батырларын жазуға ол меніңше ағартушылық ондай жұмыс көп істеу керек, өйткені қазіргі жастар өңірден шыққан зиялы адамдарды білмейтін секілді. Және де кезінде солтүстікте алаш қайраткерлерінің жиналуы болғаны рас па? Маған бір тарихшы кісі дәл солтүстікте ең ірі жиналыстардың бірі болды деп айтқан. Оны ұйымдастырған Сексенбай кісі ма, аты соған секілді. Әлти Байраубаев деген. Жамбыл облысы. Жамбыл ауданы қазіргі. Нағашыбай Бараубаев деген бар бізде, фермер. Соның арғы-атасы Әлти деген кісі болған. Одан кейін сенатта канцелярияны басқарған қазіргі қаһармандар қоғамдық бірлестігін басқарған қуғын-сүргіндер ақтау комиссиясы құрылған. Сол кісінің арғы-атасы Құртай деген кісі би болған. Сол кісілер кімнің тапсы Міржақып Дулатов, Жұмағали Тілеулин, Мағжан Жұмбаевтар бірлесіп осы солтүстікті алаш әскерін, солтүстік алаш әскерін қалыптастыруға әсер еткен. Өмір мектебін оқыған шығарсыз. Оның бәрі сол кешегі өмір мектебінде, Совет Мұхановтың өмір мектебі еңбегінде жазылған. Сол өмір мектебінде 10.000-ға жуық, кейбіреулер айтады 17.000-ға жуық адам сол киіз үйге сыймағандықтан ерлерін төңкеріп, сол ерлердің үстіне иықтап, біраз жылқы сойылып, біраз қой сойылып, сол жерлерде үлкен солтүстіктің алаш әскері құрылған. Соның басын бастаған кешегі Міржақып Дулатов болған, солтүстік алаш әскерін құруға. Ол жерге үлкен қазы-стела, бюст қойылып жатыр. Одан кейін біздің Қызылжар қаласында да көп іздер бар алаш қайраткерлердің. Мысалы, қазіргі Байкен Әшімовтың ескерткішінің алдында, Шаталовтың ескерткішінің алдында құстар қонады ғой. Ол жерде цирк болған. 1960 жылға дейін сол жерде цирк болған. Қазіргі Мерк жазуы бар, Романовтар әулеті деген жазу. Ол кешегі бір 30 жылдары жазылған дүние. Оған дейін Қазақ педагогикалық институт болып жазылған. Мағжанның тұрған үйі қазіргі Информ-5 газеттің орналасқан ударник па? Ударник қарама қарсы. Сол сияқты айта берсең, шекаралық аймақтарда 29 медресе болған. Осы туралы жуырда Серік Негимовтың мақаласы жарияланған.
сол ол кісіні де келесіде бір шақырсаңыз болады осы өзіміздің студиямызға, өзіміздің солтүстіктен шыққан қауымдарымызды, зиялы қауымдарды осы Астана қаласында тұратын. Қоғамдық белсенді Бурахан Дақанов мысалы бұл мәселені шешу үшін солтүстікте бейімделу орталығын ашу керек деп санайды. Дұрыс, мен ол кісіні қолдаймын. Демек, бізде бейімделу орталығы болса, адамдарға жергілікті тұрғындармен интеграция жасау, оңай болады, климатқа бейімделу оңай болады. Мысалы Қытайдан келген, Өзбекстаннан келген, Монғолиядан келген қазақ тілін біледі, орыс тілін білмейді. Ауысқа бармай, өз басымнан бірінші отбасын көшірттім. Сол көшірткен кезде тіл мәселесіне қиындыққа душар болдым. Кирилл әліпбиінде жаза алмаған. Ананың арасында посредниктер бар, ана документтер жасап беретін. Ана жаңағы берген ақшасының квотасын, түгел ақшасын алып алғанда да бар, кездеседі. Әлі күнге дейін де сондай махинациялық адамдар кездеседі. Сол махинацияны жою үшін жаңағы бейімделу орталығы сонымен айналысса. Одан кейін нелердегі өңірлерде отандастар қоры болсын, дүниежүзі қазақтар қауымдастығының өкілдері бір адам ғана жалақы төлейді. 90 мың теңге, 100 мың теңгеге жұмыс істеп көр. Бірақ шынымен де өзге мемлекеттерден келіп жатқан қандастарымызға бейімделу қиын шығар. Бірақ оңтүстіктен, яғни өзіміздің қазақ оңтүстіктен көшіп келген адам орысша біледі дейсіз ба? Бәлкім білмейтін шығар, бірақ көбісі тілден бөлек менталитет өзгеше деп айтады. Сол тұсы маған қызықта, бір елде тұрып жатқан адамдардың менталитеті қалай өзгеше болады. Әлде ол шынымен де солай ма? Солай. Ол жақтағы Өзбекстанның ықпалдығы мен өзім жақтағы Ресейдің ықпалдығы. Мен бүкіл Қазақстанды айналып шықтым. Кейде оңтүстіктің адаммен сөйлессем ғой, сөйлескенде мен грубиян деп шын айтады, грубы сөйлесесің дегендей келтіреді. Жеңілдеу сөйлесем, біздің сөйлеу манеріма басқаша дегендей ғой, шын айтқанда. Оңтүстіктен солтүстікке көшу. Оңтүстіктен солтүстікке көшіп барады ғой халық. Барғаннан кейін олармен өзінің туған туысқандарына, туған туысқан, нағашы, жиен араласу керек қой. Ол жақтан бір адамды емес, отбасы барды көшірту керекпіз. Ол енді солтүстікке көшіп келеді ғой. Көшіп келгеннен кейін енді бізде Шымкентке жұмасты билет қана ұшақ ұшады. Алматыға жұмасына 2 рет ұшатын. Қыста жауып тастаған кездері болды. Шымкентке де Алматыға да жауып тастаған кездері болды. Астанаға жұмасына билет қана күнде билет қана ұшады. Ол өзді қиындау не таңде емес, не кешке емес, обед уақытында. Біз күніміздің күнін бәрін өшіреміз. Сол байланыс екі елдің арасында болу үшін тағы бір қосайын дегенім, халықтың арасында аэропортты да бір жөндесек жақсы болар еді. Одан кейін пойыздар Қызылорда, Петропавл, Шымкент, Петропавл пойыздары сүт күліп жүреді. Әрбір станцияға сайын тоқтайды. Сол Қызылорда, Шымкент болсын, Қызылорда, Петропавл, Шымкент, Петропавл темір жолын қатынайтын заманауи қазға айтып отқан Тальга сияқты пойыздарды жүргізсек, оның Тальганың өзі удай қымбат. Заманауи тағы да жаңартылған пойыздар шығады, сол пойыздарды
күнде қатынайды. Оның өзінің қызы орда 3 күнде билет қатынайды. Шымкент өзі ода 2 күнде 3 күнде билет жүреді. Сол сияқты мынау халықтың арасындағы байланыс орнату үшін нелерді да көбейту керек. Логистиканы да қамту керек. Одан кейін жол мәселесіне тоқталсақ, жолдарымыз біздің ауылдың араларындағы жолдар да жоқ. Кейбір қар жауған кезде оны күрейтін фермер де жоқ. Көктем күзде саз балшықта ауылдан шыға алмайтын, сонан қорқып бармайтындар да көшкісі келмейтіндер. Свет жоқ, су жоқ ауылдарда бар. Сол енді байланыс жоқ ауылдарда бар. Қазір ақырындап заманына сәйкес көп ауылдарда интернет жүйесін орнатып жасалып жатыр, бірақ олардың да толығымен әлі 100% қамтамасыз етілмегенде ауылдар көп. Сол байланысты да жолында жасап берсек, халық көшпей емес, көшем дегендер көп, шын айтқанда. Бірақ жағдай жасау керек. Жағдай жасау керек. Логистиканы бірінші очередте жасаса, халық әрине көшеді. Бұл түйткілді мәселелердің бірі деп білеміз. Бүгін біз солтүстік Қазақстанның демографиялық бетбұрыстары, тіл, көші-қон және білім мәселелерін тарихи тұрғыдан талқыладық. Бұл өңірдің болашағы саясат пен экономикада ғана емес, оны мекендеген адамдардың өз жеріне деген сенімі мен таңдауында деп түсіндік деп ойлаймын. Ал өңіріміздің болашағы қандай болмақ? Бұл сұрақтарға жауапты бірге іздейік. Сол себепті арнамызға жазылып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Солтүстікке көшем деген қазақ болса, сіздерді қарсы алуға әрқашан дайынбыз. Күшті.